Арма қазағым, сіз ойланып көрдіңіз ба, 100 жылдан кейін біздің әлем бетімізде қандай өзгеріс болады? Демографиялық жағынан, басқа жағынан деген сияқты. Мысалын айтып кетейін. Көптеген қазақтың ойларында мынандай ұғым бар. Бізді не қылмаса Қытай басып алады, немесе орыс басып алады деген сияқты. Қытай қазіргі уже 93-ші жылдан бастап Қытайлардың сандары азайып жатыр. Қазіргі уақытта олардың сандары 1 миллиард 400 миллион халық болса, 100 жылдан кейін Қытайдың саны 700-800 миллионға дейін түсіп қалады. Неге? Себебі 93-ші жылдан бастап Қытайдан әйелдер туудан қалды деп айтуға болады. Және ешкім Қытайдың әйелдерін мәжбүрлей алмайды бала тууға. Сонымен қоса Пакистан деген ел бар, және қазіргі уақытта Пакистанда мынандай жер, кішкене ғана мынандай жер, ол жерде 345 миллион халық бар. Оның қасында Ауғанстан бар. Ауғанстанның да халқы негізінде өсіп жатыр. Кедейшілікке қарамай, жоқшылыққа қарамай, ештеңеге қарамай Ауғанстанның саны өсіп жатыр. 100 жылдан кейін Пакистанның өзінде 1 миллиард адам болады. Яғни Қытайдан да көп болады. Сонымен Африкада Нигерия деген ел бар. Нигерия ел бетінде ең көп балалы туатын ел болып танылады. Әр әйел жоқ дегенде 5 баланы дүниеге әкеледі. Сонымен қазір Нигерияда 200 миллионнан аса адам бар. 240 миллион ба сондай. Және 100 жылдан кейін, 1 ғасырдан кейін олардың сандары да 1 миллиард болады. Қазіргі уақытта да Африкадағы халықтың саны 1 миллиард болып қалды. Және Африка 100 жылдан кейін ол жерде адамның саны деген өте көп болады. Рабочие руки дейді ғой, жұмыс қол таппағандықтан Африканың адамдарын жұмысқа шақыратын болады дамыған елдер. Южная Корея деген сияқты, оңтүстік Корея, Қытайың да нелерінде, барлық нелерде. Сонымен қоса, бізге жақын арада уже 5 жылдайыз ма сондай не қылып қалды. Ертең өзбектер есігімізді қағатын болады. Себебі ауғандықтар Өзбекстанның суын тартып алып жатыр. Су кризисі басталған кезде Өзбекке баратын жер қалмайды, тек қана Қазақстанға. Сөйтіп, Қазақстан жоқ болуы әбден мүмкін деп айтуға болады. 100 жылдан кейін Қазақстанда бұл жерді сартпен және қара нәсілді адамдардың отаны болуы мүмкін. Аман бол, қазағым.